Саламатсыздар ма? 9 сынып оқушылары, физика сабағымыз басталды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы механикалық жұмыс және энергия. Сабақтың мақсаты, яғни күтілетін нәтижеміз механикалық жұмысты аналитикалық және графиктік тәсілдермен анықтау және жұмыс пен энергияның байланысын түсіндіру. Күнделікті өмірде жұмыс терминімен жиі кездесіп жатамыз. Ал осы жұмыс дегеніміз не деген сұрақ қойып көрейікші өзімізге. Әдетте жұмыс деп біз, бірінші суретке қарасаңдар, адамның пайдалы еңбегін, қызметін айтамыз, Екінші суретке қарап отырсаңдар, бұл ғалымның ес ойлау қызметі болсын. Келесі суретте суретшінің бейнелеу қызметі болсын. Келесі суретте құрылысшылардың қызметі. Тіпті сіздердің үй жұмысын орындау қызметтеріңіз болсын. Барлығы жұмыс болып табылады. Физикалық тұрғыдан алып қарағанда, жұмыс бұл физикалық скаляр шама, яғни оны өлшей аламыз деген сөз. Физикада тек механикалық жұмыс қарастырылады. Ендігі кезекте механикалық жұмысқа мысалдарды қарастырып көрейік. Бірінші суретке қараймыз. Керілу күші әсерінен садақ жебесінің ұшуы. Жердің тартылыс күші әсерінен автобустың қозғалысы. Келесі, тапаншаның ішіндегі газ қысымы күші әсерінен тапанша оғының ұшуы. Және бұлшықет күші әсерінен жүкті бір орыннан екінші орынға тасымалдау механикалық жұмысқа осының барлығы мысал бола алады. Осы жерден байқап отырғанымыздай, механикалық жұмыс дегеніміз денеге қандай да бір күштің әсерінен орын ауыстыруын сипаттайтын физикалық шама. Бұл жалпы механикалық жұмыс ұғымын, яғни терминін ең алғаш 1826 жылы француз ғалымы Жан-Виктор Пансело физикаға енгізген болатын. Механикалық жұмысты үлкен А әрпімен белгілейміз. Көріп отырғандарындай оның формуласы А тең F көбейтілген R көбейтілген косинус альфа. Бұл жердегі физикалық шамалармен таныстырып өтейін. Үлкен F әрпі денеге әсер етуші күш болып табылады. Оның өлшем бірлігі ньютон. Және бұл жерде дельта R-дің алдындағы дельта өзгерісі деген мағынаны білдіреді. Көп жағдайда біз S әрпімен белгілейміз. Ол жүрілген жол физикалық шама, яғни оның өлшем бірлігі метр болып табылады. Және де келесі бізде косинус альфа. Косинус альфа дегеніміз күш пен оның орын ауыстыруының арасындағы бұрыш болып табылады. Жалпы біз механикалық жұмысты джоумен деген өлшем бірлікпен өлшейміз. Ол ағылшын ғалымы Джеймс Прескотт джоулдың құрметіне джоу деп берілген. Бір джоу бізде 1 ньютон көбейтілген 1 метрді береді. Мұндағы физикалық шамаларға қайта тоқталып өтейік. А механикалық жұмыс джоумен өлшенеді, F күш ньютонмен өлшенеді, ал S жүрілген жол метрмен өлшенеді, яғни R. Жаңа атап өткеніміздей, денеге әсер ететін F күш пен орын ауыстыруы S-тің, яғни R-дің жүрілген жолдың арасындағы бұрышына қарай мынадай шарттар байқалады. 90 градустан егер кіші болатын болса, альфа бұрышымыз күш бағыты қозғалыс бағытымен бағыттас қозғаушы күш болып табылады. Ал егер альфа бұрышымыз үлкен болатын болса, 90 градустан,
күш қозғалысқа қарсы бағытталған кедергі күш, яғни үйкеліс күш болып табылады. Егерде 90 градусқа тең болған жағдайда денеге әсер еткен күш пен орын ауыстырудың арасы 90 градус болған жағдайда бұл жерде жұмыс атқарылмайды. Яғни 90 градуста бізде косинус альфада нөлге тең. Сондықтан біз жұмыс атқарылмайды. Келесі бізде механикалық энергия. Жалпы физикада энергияның көптеген түрлері бар. Соның ішінде бүгінгі қарастыратынымыз механикалық энергия. Ол екіге бөлінеді: кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия дегеніміз қозғалыстың салдарынан туындайтын энергияның түрін кинетикалық энергия деп атаймыз. Жалпы потенциялық пен кинетикалық энергияны Е әрпімен белгілейміз. Яғни оны ажыратуымыз үшін эпсилон К және П әрпімен белгілеп қоямыз. Өлшем бірлігі энергияның жалпы өлшем бірлігі джоуль екенін білеміз. Төмен класстарда айтып өткенбіз. Енді бұл жерде формуласы кинетикалық энергияның Е тең mv квадрат бөлінген 2, яғни жылдамдыққа тәуелді екенін көрсетіп тұр. Яғни тура пропорционал. Потенциалдық энергия дегеніміз денелердің өзара әсерлесуін сипаттайтын энергияның түрін потенциалдық энергия деп атаймыз. Е тең mgh. Бұл жерде яғни биіктікке тәуелді екенін көрсетіп тұр формулада. Келесі серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы, яғни потенциалдық энергияның осындай екі түрі бар: механикалық және серпімді деформацияланған потенциалдық энергия. ЕП тең kx квадрат бөлінген 2. Бұл жерде k деп отқанымыз серіппенің, яғни қатаңдығы, x деп отқанымыз серіппенің созылуы немесе соғылуы болып табылады. Есептер шығарып үйренейік. Оқу мақсатында айтылғандай, жұмыс пен энергияның арасындағы байланысты осы есептерде қарастырып көрейік. Құрылысшы жәшікті бір орнынан 1 метр биіктікке көтеріп, биіктігін өзгертпей 1000 сантиметрге дейін жылжытады. Қайтадан жерге қояды. Осы кездегі әрбір нүктедегі орындалатын жұмысты және толық жұмысты анықтайық. Яғни есептің берілгенін жазайық. Массасы оның 10 килограмм дене деп алайық. 1 метр биіктікке жоғары көтерілді. S орын ауыстыруымыз 1000 сантиметрге, яғни ол 10 метр болады. Халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырсақ. Яғни әрбір нүкте міне сызбасына қарап отырсаңдар, масса биіктікке көтерілді. А1-ді табамыз. Және ол масса екінші орынға 1000 сантиметрге жылжыды дене. А2-ні табамыз. Ол төмен қарай қайтадан жерге қойды. А3-ті табамыз. Және де А толық жұмысты анықтайтын боламыз. Бірінші жағдай. Қарасаңдар. Жұмыс ауырлық күшіне қарама қарсы келіп тұр. Сондықтан минусты аламыз формулада. Формула А тең mgh минусы бар. Массамыз 10 килограмм. Еркін түсу үдеуімізді 10 ньютон бөлінген килограмм деп алсақ болады. 1 метр биіктікке көбейткен кезде минус 100 джоуль болады. Келесі екінші жағдайды қарастырып өтейік. А2 тең F көбейтілген S және косинус альфа формуласы бойынша бізде косинус альфамыз 90 градус болып тұр. Яғни 90 градуста бізде косинус альфамыз 0-ге тең. Жаңа сабақ барысында айтып өттік. 0-ге тең болған жағдайда
90 градус болған жағдайда біздің жұмысымыз атқарылмайды, яғни нөлге тең болады. Үшінші жағдайды қарастырып көрейік. Үшінші жағдай А тең mgh, яғни оң бағытта келе жатыр. Яғни біз бұл жерде есепті шығарған кезде 100 джоуль болады, көбейтілген кезде. Міне, осы үш жағдайдағы атқарылған жұмыстың біз жалпы толық жұмысын анықтауымыз үшін А1, А2, А3, яғни үш жұмысты бір-біріне қосамыз. Бұл жерде қосқан кезде біздегі орындалатын жұмысымыз нөлге тең болады екен. Бұл жерде mgh, яғни потенциялық энергияның формуласына тең деп алуымызға да болады. Яғни жұмыс пен энергияның байланысын осы есептен де көруімізге болады екен. Үйге тапсырма 22-ші жаттығу оқулығымыздағы бірінші, екінші есептерін шығарып келеміз. Сау болыңдар балалар.